Сәлем баршаңызға. Мен бүгін көйлек тігейін деп отырмын. Яғни ешқандай өлшем алған жоқпын, ешқандай лекала сызып, ешқандай да өлшемдер сызған жоқпын. Мен бар болғаны үстіме өзімнің бұрын киген көйлегімді, яғни тастайын деп жүрген көйлегімді бұзып, соның өлшемдерін салып, осындай көйлек тігіп алдым. Яғни бұл халат болатын. Осы халатты үйдегі бар материалынан тігіп алдым. Өте жеңіл, атлас матасы, жеңіл түрі, жаңағыдай салқын тартады. Алдыңғы уақытта бізде күн жылыды, жаз айы келе жатыр, сондықтан да көп көйлек керек болады. Енді күн ыстық болғасын әрі-бері ауыстырамыз көйлекті. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Ендігіде мен неше түрлі жазға көйлектер тігетін боламын. Менің каналым қызық болса, мені қолдап отырыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus. Кеудесінің иықтарын қосып алдым. Енді содан кейін юбкасын қосып алдым. Мынау артқы жағы, яғни екі жанын қосып алдым. Ендігіде біз осы тіккен жерлеріміздің барлығын агрегаттап алатын боламыз. Жаңа бөліктерімізді агрегаттап алдым. Енді мынаның алдында менде выточкасы бар. Сол выточкаға мен бау тағуым керек. Өзінде де осындай бау болатын. Мына яғни выточкаға былай тігіп қосып, осылайынан тігіп жіберетін боламын. Мына екі жағынан да осылайынан выточкасы болады. Әуелі мынаны бауды біз қосып тігіп аламыз. Екі бау, екі жағына дайындап аламын.
Енді біз астыңғы бөлігін орнатамыз. Ол үшін әуелі етегін мына жерден тігіп алып, 5 мм тігіп алып, жиырып, мына етегін мына бөлікке қондыратын боламыз. Осылайынан жиырып алдық. Енді мына етегін қондырамыз. Әуелі осы 3 бөлікті жабыстырып алатын боламыз өтекпен. В общем, подборды осындай дублирімен жабыстырып алдым. Енді қосып тігіп алатын боламыз. Мына бөлігі осылай. Мына бөлігі осылай тігілетін болады. Және шеті оверлоктанатын болады. Мына осылай подборды тігіп, қосып тігіп оверлоктап алдым. Енді мына жерге қосатын боламыз. Мына иығын сәйкестендіріп, осылайынан тігіп алатын боламыз. Айналдырып тігіп шығамыз. Мына подборды тікті, осылайынан айналдырып, еще мындай 1 мм тігіспен жатқыздым. Астыңғы жақтарының барлығы осындай. Енді бізге түйме тағу керек. Тек алдыңғы бөлігіне ғана түйме тағам, яғни үстіңгі жағына. Өйткені астыңғы жағына подборд салған жоқпын, астыңғы жағына қосып тіге салатын боламын. Яғни мынаны былайынан түйме салып, астыңғы жағын тек қосып тігем. Өйткені астыңғыға маған подбордқа мата жетпей қалды, сондықтан оны қосып тіге саламын. Мен өз үйдегі бар материалымнан жасап жатырмын, сондықтан
тек мына бөлігіне ғана 1 2 3 4 түйме тігетін боламын. Содан кейін көйлегіміз дайын болады. Міне менде осындай әдемі халат шықты. Халат дейді, көйлек дейді, общем, халат сияқты. Артына байлайтыны бар. Мына жағын қосып тігіп жібердім. Етегін осылай оверлокпен қалдырдым. Өткені жеңі де сондай. Жалпы осылай жаңағы үйдегі ескі тастайым деп жүрген көйлектеріңізді тастамай, соның лекаласын алып, соның өлшемдеріменен осындай жаңағыдай өзіңізге сай көйлек тігіп алсаңыз болады.